Сәлем достар, сіздермен Феруза. Бүгін сіздерге бірінші рет алғаш дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметаник пирогының рецептін ұсынатын боламын. Шын мәнісінде бірінші жасағаннан өте керемет болып піседі. Міндетті түрде сіздерді жасап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін бізге ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұн және де қопсытқыш саламыз. Оның үстінен қант саламыз. Енді жұқа етіп туралған сары майымызды салып, қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығады. Видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен осылай жасасаңыздар, сіздерде тезірек песочный тесто шығатын болады. Одан соң осының үстінен біз бір жұмыртқаны саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды біріктіреміз. Одан соң дайын қамырды 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе салафанмен қаптауды ұмытпаңыздар. Менде қамыр 30 минут бойы холодильникте тұрды. Енді оны алып, қолымызбен формаға келтіріп жайып шығамыз. Бірінші астыңғы жағын жайып алдық. Енді шет жағын жаятын боламыз. Қамыр түзу әдемі болып шығу үшін стаканның көмегімен түзетуге де болады. Және де шеткі жақтарын пышақтың, қасықтың көмегімен түзетіп аламыз. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Қаймақтан жасалатын салма. Ең маңызды ингредиент бізде қаймақ. Ең алдымен ыдысқа қант, жұмыртқа және де қаймақты саламыз. Қаймақ менде 20%-дық дүкеннің қаймағы. Енді шанышқының болмаса венчиктің көмегімен жайлап қана осылай араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Шамамен 10-20 секундтай араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Енді осы салмамызды біз қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойдым. Қызып тұрған пеште 35-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей пирог піскен кезде кішкене беті сарғаяды. Осындай болып шығады. Пирогты тек қана толықтай суыған соң ғана формадан босатыңыздар. Менде толықтай суыды. Толықтай суына шамамен 2 сағаттай кетті. Егер ыстық күйінде формадан босататын болсаңыз, немесе кесетін болсаңыз, онда ол ортасындағы салмасы ағып кетуі мүмкін. Тек қана толықтай бөлме температурасында суығаннан кейін ғана кесесіздер. Міне бізде осындай әп-әдемі мінсіз болып шығады. Мен айтқан барлық құпияларды, барлық техникаларды жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде шығады. Пирог өте керемет дәмді. Қонақтар келгенде осы пирогты жасап беретін болсаңыздар, қонақтарыңыз сіздерге разы болып, көңілдерінен шығатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрбір салған рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Және де пікірлеріңізді жазып, қолдау көрсете кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.